Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Әсем. Бүгінгі видеода мен сіздерге хорезмдік палауда қалай дайындау керек тәсілін көрсетемін. Ал ендеше кеттік. Бізге бұл тамаққа ет пен сәбіз 800 грамм, пияз бен май 250 грамм және де күріш 1 килограмм керек. 250 грамм пиязды біз осылайынан доңғалақтап жіңішке қылып тураймыз. Ал 800 грамм сәбізді осылай тураймыз. Қазанға 250 грамм майды құямыз. Сосын май қызғанша қазанның қақпағын жауып қоямыз. Қызған майға етті 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Сондықтан да ет 1 сағат піседі. Уралда көбісі етті торап салады, ал олай болмайды. Еттің сырты корочка болғанша қуырамыз. Сонда еттегі витаминдердің бәрі еттің ішінде қалады. Етімізді қуырып алдық. Келесі 250 грамм пиязымызды саламыз. Пияздың сырты қызыл болғанша етпен бірге қуырамыз. Пияз қызарғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Сосын жарты қасық немесе өз қалауларыңызша тұз саламыз. Бәрін араластырамыз. Сосын жай отта 10-15 минутқа қоямыз, себебі сәбіз толтырылып тұру керек. Біздің пияз қуырылды, бірақ та әлі ет піскен жоқ. Сондықтан да үстіне қайнаған суды құямыз. Етіміз суға батып, жайлап қайнап, 1 сағат тұруы керек. Bir сағат өткен соң салқын суға күрішті 3 рет жуамыз. Күрішті салмастан бұрын тұзын көріп аламыз. Тамақтың тұзы аздап көп болуы керек, себебі күріш өзіне сіңіріп алады. Көріп тұрғандай, май мен күріш тең тұр. Сондықтан да біз деген 1-2 см қайнаған суды құямыз да газдың астын қатты шығарып қоямыз. Біз деген палауға чеснок саламыз. Чеснок күріштің астына батып тұру керек. Бірақ сіздер өз қалауларыңызша 2 немесе 3 чеснок сала аласыздар. Мүлдем қаламасаңыздар салмауға да болады. Күріш бір-біріне жабыспау үшін тегіс қайнауы керек. Қазір қарап отырсақ, бізде тек шет жағы қайнап жатыр. Сондықтан да біз деген ортасы қайнау үшін қасықты күріштің ортасына қарай батырамыз. Осылайша палауымыз тегіс қайнап тұруы керек. Осы кезде тұздың дәмін көруге болады. Сіздерге қызық бір факт айтып өтейін. Өзбекстанда қанша облыс бар, сонша палаудың түрі бар. Бір Ташкенттің өзінде 5-6 палаудың түрі бар. Және де олар бір-бірінің палауларын менсінбейді. Әр үй өз палауын басқа үйдің палауынан жақсы деп ойлайды. Ал біздің хорезмдік палау ол Өзбекстандағы Хорезм облысының атауы. Енді өз палауымызға келетін болсақ, суы тартылғасын қақпағын жауып, жай отқа қоямыз. Осы күйде 20 минут тұруы керек. Бірақ та әр 20 минут сайын қақпаққа жиналған суды төгіп тұруымыз керек, себебі күріш өз буымен пісуі керек.
Енді 20 минут өткеннен соң күрішті аударамыз. Міне бітті, біздің хорезмдік палауымыз дайын. Сіздерге ұнаса лайк басып, және де комментарий жазып, ең бастысы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бәріңе пока!